Сәлем жеке бау. Лай менің айналып қорсам пайдан ғана немесе пайдамды шығарман мен қайтпам қара уайым ағаңның миынша қорсалық жатайын ағаңның миынша жүрген сол арасы. Ассалаумағалейкум армысыз ардақты ағайындар, СТВ Channel Әмбебаптың YouTube арнасының тұрақты көрермендері, бүгін аптаның жексенбісі. Әдеттегіше мал базардан кейін автокөлік базарын түсіруге келіп отырмыз. Мінекей Mercedes автокөлігі. Айтпақшы айта кететін нәрсе, бүгінгі видеомызға қолғабыс етіп отқан Каспий қосымшасындағы HiShop интернет дүкен ағайындар. Соны ескере кеткенді жөн көріп отырмыз. Мінекей Mercedes автокөлігі Қазақстандық тіркеудегі сатылымға шығып отыр. Екі қозғалтқыш күші 92 жылы шығарылған. Бағасы 1.600.000 теңге бағаланыпты, саудасы бар дейді. Міне көрінісі керемет. Протекторлері, доңғалағы қысқы 8702 883 2010 ұялы телефоны мінекей дискісі. Алушы адамға дайындалып әкелінген көлік. Мінекей екі көрінісі керемет. Механика ма? Механика. Белгісі қора механика. Сабутері бар екен. Тор пердесі бар. Мінекей механика. Кондиционер жоқ, кондиционер жоқ екен. Өздері қойып алады, чехолы бар. Салон таза ағайындар. Неге қызығып жатсаңыздар, айтылған ұялы телефонға хабарласуға болады. Келесі көлік түсіріп кетейік. Мерседестен кейін ВАЗ автокөлігі тоқ жасыл ресейлік тіркеуде. Бағасын қанша деп отырсыз? 500.000 теңге дейді бағасы. Келісім бағасы бар. Шанағында азын-аулақ жұмыстары бар екен. Дегенмен саудасы бар. Бұл көлікті де өзінің іздеп жүрген адамдары жетелік деп ойлаймыз халықтың арасында. Телефон айтып өтсеңіз? 771 564 3847. Жылы қандай бұның? 97. 97 жылы шығарылған екен. Әзім десем. Саудасын жасауға болады. Рахмет. Келесі ВАЗ көлігі, мінекей ресейлік тіркеудегі 800.000 теңге 95 жылы шығарылған. Түсі ақ, моторында ешқандай. Бағасы қанша? 800.000. Телефон жазбаған екен, телефон айтып өтсеңіз? 702 382 05 16. Артық жұмыстар жоқ, Жоқ. Қосымша? Вложение жоқ. Вложение жоқ дейді мінекей. Саудасын жасауға болады ресейлік тіркеуде. Жақсы доңғалақтарына дейін істетілген. Келесі Mazda автокөлігі түсі сұр. 626 Mazda 2000 жыл шығарылған, екі қозғалтқыш күші, беріліс қорабы автомат екен, бензин отын түрі. Бағасы 2.800.000 теңге, 8701 159 31 20 ұялы телефонына хабарласуға болады. Шанағында қосымша жұмыстары жоқ, барлығы егесіне дайын көлік. Мінекей 626. Мына бір ұялы телефон жазған екен 8707 698 40 98. Ресейлік тіркеудегі көлік. Лада ВАЗ. Бағасы қанша дос? 900.000 теңге бағаланып тұр ағайындар. Дискісі титановый, қысқы баллон, доңғалақ протекторлары жейілмеген. Шанағында майысып кірген ұрылған жер көрінбейді. Бамперлерінде қосымша жұмыстар, краскілерді бояуларды қажет етеді деген. Ұялы телефон артында ғой, артында айтып кетті, хабарласуға болады, қызып жатсаңыздар ағайындар. Audi автокөлігі түсі ақ, шанағында ұрылған жерлері жоқ, доңғалағы протекторлар желмеген. 93 жылы шығарылған екен, артыңғы камерасы бар, универсал типтегі. Екі қозғалтқыш күші 802 991 72 77 Audi B4 универсал 1.400.000 теңгеге бағаланып тұр. Түсі ақ.
Mazda автокөлігі 2,5 миллион теңгеге бағаланып тұр. Бүгінгі базардағы бағасы 99 жылы шығарылған қозғалтқыш күші 2,5 миллион дейді. Мінекей шанағында ешқандай майысқан жерлері жоқ. Ұялы телефоны 8-775-158-18-14. Круиз контроль, климат, кондиционер барлығы бар екен ағайындар. 626 Mazda. Келесі көлік ресейлік тіркеудегі ВАЗ автокөлігі. Біз тек қана маңдайша беткейлерінде қағаз қалдырғандар түсіріп жатырмыз. Басқа бағаларын жазбаған екен. Тек қана 8-746-446-1993 ұялы телефон жазып қалдырған. Саудасын сол ұялы телефон арқылы білуге болады. Келесі Nexia автокөлігі 2004 жылы шығарылған 1 миллион теңге дейді. 8-775-650-1596 басқа ақпарат қалдырмаған. Шанағында міне бояуы қажет етеді. Қазақстандық тіркеудегі бояу қажет етіп тұр. Келесі көлік ресейлік тіркеудегі Mitsubishi Lancer түсі шие түсеген 9700. Қағаз бетіне ұялы телефонды қалдырған, дегенмен иесі қасымда тұр. Бағасын сұрап білетін боламыз. Механика екен, беріліс қорабы. Мінекей салон таза, кондиционер барлығы бар дейді. Барлық жағдай жасалған. Осы клиент алам деушілерге қысқыға дайын көлік. Мінекей протекторлары зимний екен, қысқы. Бағасын қанша деп отырсыз? 1 миллион 400, саудасы бар. Телефонды айтып жүрсіңіз. 778-103-82-80. 82-80 ұялы телефонда хабарласуға болады. Mitsubishi Lancer'ге қызығып жатсаңыздар. Opel Calibra автокөлігі келген. Міне қанаты жайып тұрған көлік, базардағы көркі көз тартып тұрған көліктердің бірі екен. 2-2 қозғалтқыш. 2-2 беріліс қорабы, механика Opel Calibra. Бағасын қанша дедіңіз? 1,600,000 теңге саудасы бар дейді. 95 жылғы, 95. Вложение керек жоқ. Қосымша жұмыстарды қажет етпейді. Телефонды айтып жіберсеңіз, одан кейін көлікке бір шолу жасап кетсек. 8-776-347-00-00. 00 мінекей. Қызығып жатсаңыздар, алыстағы ағайындар хабарласуға болады. Біз қысқаша міне шолу жасап кетейік көрінісіне. Opel Calibra автокөлігі. Есігі жоғарғы ашылады екен. Мульти басқарма 95 жылы шығарылған. Шақырымын қазір айтамыз 263 мың шақырым жүрілген екен ағайындар. Неге жастарға арналған Қазақстандық тіркеуде. Қалған мәліметтерді айтылған ұялы телефонмен хабарласып байланыс жасап, сұрап білуге болады. ВАЗ Патриот. ВАЗ Патриот мінекей келіп тұр. Жағдай бірақ жақсы екен де. Тартып тұрғаннан кейін тартылып келдік мінекей. Кейінгі модельмен шыққан міне мульти басқарма мониторлары бар екен. Обогрев сиденья. Міне камерасы бар, бейне камера артқа жақта түсіреді. Және орындық, жылтқыш орындықтар бар. Чехол қапталған, жағдай жақсы, бәрі жағдай жақсы. Жылы қандай дедіңіз? 14 аяғы. 14. Механика 14. 4 доңғалақ татады ғой? 4 доңғалақты татады. Кузовында, шанағында, мотор бөліктеріне ешқандай жұмыс жоқ. Протекторларды жаңа. Багаж бөлігінде мінекей. Көріп отырсыздар. Қанша деп отырсыз бағасын? 5,5. 5,500,000 теңге саудасы бар. Телефонды айтып жіберсеңіз? 702-341-30-53. 30-53. Доңғалағы қанша 16, я? 16 екен. Кондиционер бар ма? Бар, кондиционер бәрі бар. Жалпы жағдай жасалған кондиционер барлығы бар. Бағасын көрдіңіздер, 5,500,000 теңге дейді, саудасы бар. Барлық комплектация. Opel Astra'da var ekan, universal
Жалпы шаруа көліктер. Ассалаумағалейкум. Қайсыз? Қанша болып отыр? 1.400.000. Жылы қандай? 94 жылға 1.400.000. Пробег көріне ма? Қозғалтқыш күші 2. Механика 2.94. 1.400.000 дейді. Ақ түс. Пробегін айтсам да шақырым жүрмейді. Көрініп тұрмайды. Мына жерде көрініп. 389 мың шақырым жүрген ағайындар. Қолмен көтеріледі, айна көрсеткіштері. Бензин отын түрі. Телефонды айтып жіберсең. 247. Иә. 215. 3098. 3098 ұялы телефонда хабарласуға болады. Осындай Opel'ге қызығып жатсаңыздар. Арзан шаруа көліктерінің қатары мінекей Opel Vectra 91 жылы шығарылған 1.6 қозғалтқыш күші 650 мың теңгеге бағаланып тұр. Шанағында жұмыстарды қажет етеді. Тіркеу Қазақстандікі. Ұялы телефоны 8747 682 82 97 ұялы телефонына хабарласуларыңызға болады. Арзан көліктер іздеп жатсаңыздар. Келесі Opel автокөлігі. Бұнда шанағында да жұмыстар қажет ететін көлік. Opel Vectra 89 жылы шығарылған беріліс қорабы. Механика қозғалтқыш күші 2, бензин отын түрі 700 мың теңгеге бағаланып тұр. Ұялы телефоны 87-дан алып жүресіз бе? Көрінбей қалды. Сәл телефон 707 723 29 74. Арасында Elantra тұрып қояқ. Hyundai Elantra автокөлігі 5.500.000 теңге. Базардағы бағасы. Артқы шанағында кішкене сызылған жерлері бар екен, дегенмен көрінісі көз тартарлық. Отын түрі газ, бензин, міне автомат беріліс қорабы. Пробег қандай? 180 мың шақырым жүрілген екен ағайында. 5.500.000. Ұялы телефоны 8700 776 06 10. Қызып жатсаңыздар хабарласуға болады. Саудасы бар. Келесі көлік 2003 жылы шығарылған 1.5 қозғалтқыш күші газ, бензин отын түрі 1.200.000 теңге бағаланып тұр. Ұялы телефоны 8777 385 84 97. Мінекей жалпы көрінісі шанағында азын-аулақ жұмыстар бар. Тіркеу Қазақстан. Келесі көлік Opel 93 жылы шығарылған 1.8 бензин механика дейді. Бағасын жазбаған 8705 696 94 68. Телефон арқылы сауда жасауға болады. Ford автокөлігі 93 жылы шығарылған, мінекей жұмысқа арналған көлік. Шанағында әрине жұмыстары бар. Отын түрі дизель ғой бұл, е? Дизель дейді. Бағасы қаншада осы? 400 мың болады. Бағасы 400 мың теңге дейді ағайындар. Мінекей адамдар келіп жатыр негізінен саудаға. Жұмысқа арналған. Телефонына қоясыз болған. Я қызығып жатсаңыздар, қазір телефон айтып қалдырамыз. Ұялы телефоны 8 702 284 16 25 ағайындар. 8771 315 92 11. Қызығып жатсаңыздар хабарласуға болады. Бағасы 400 мың теңге. Мінекей көрермендер, осымен біздің бүгінгі автокөлік түсірілім бағасы тамамдалды. Біздің камераның памятіне байланысты жұмысымыз тоқтатуға біз мәжбүрміз ағайындар. Қандай көлік іздегілеріңіз келіп тұр, қандай көлік іздедіңіздер ағайындар, комментарияға жазып қалдыңыздар пікір қалғанына. Біз сіздердің сұраған көліктеріңізді түсіруге әрдайым дайынбыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Келесі Mercedes көлігі тіркеу Қазақстандікі, Капан деп айтады. Мінекей
салоны былғары 94 жылғы дейді. 3/2 қозғалтқыш күші. 140 Mercedes электропакет, кондиционер барлығы бар, подогрев сиденья, ксенон барлығы бар екен. 5 миллион 500 мың теңге дейді бағасы. Жағдай жақсы жалпы. Бұл көлікке шолу жасаудың да ешқандай қажеттілігі жоқ. Айтылатын мотор оталдырып көрсетіп жатыр, ешқандай моторда ақау жоқ. Есігін жапсаңыздар, өзі татып алады, пылесос деген бар екен. Автомат. Қазір телефон сұраймыз. Телефонды айтып берсін. 800-771 319-27-61. 27-61 көрермендер. Саудасын жасауға болады телефон арқылы. Тағы бір Opel Astra сатылып жатыр екен. Бірақ жағдайы жақсы екен бұның. Жұмысты қажет етпейді. Дискісі доңғалағы, жазғы доңғалақ. Ассалаумалейкум. Қанша деп отырсыз? 1 миллион 400 мың теңге. Бағана көрсеткен Opel Astra'дан жағдайы әлдеқайда жақсы. Қосымша жұмыстар қажет етпейді ғой, моторы бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Тек аласын, келесін, мінесін. Шеткісі де бар екен. 1 миллион 400 мың саудасы бар. Мінекей. Бірақ қосымша доңғалағы жоқ. Запасын айтамын да. Механика бұл да. Объем қандай бұның? 1/8 қозғалтқыш күші. Қалған мәліметтерді телефон арқылы сұрауға болады, ағайындар, айтып беріңіз. 747 551 0203. 0203 мінекей. Қалған мен айтпасам, айтылмаған мәліметтер болатын болса, сұрақ білуге болады. Көрермендер, бір нәрсені айта кетейік. Бүгінгі біздің видеомызға қолғап жасап отқан HiShop интернет дүкені Каспий қосымшасына кірсеңіз, сіздердің тұрмыстарыңызға керекті заттардың барлығын тауып, тапсырыс беруге болады, ағайындар. Біз бұдан кейінгі түсірілімнің барлығын Алматы қаласында жасайтын боламыз. Біздің видеоға көріп тамашалап жатсаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына бір копейканы саудасын сұрап көрейік. Ассалаумалейкум. Жағдай жақсы ма? Жылы қандай бұның? 80 жыл. 87 жылғы, иә? Жоқ, 80. 80 жылғы. Жағдай жақсы екен, салоны былғары. Ешқандай қосымша жұмыстар қажет етпейді ғой. Жоқ, иә. Қанша деп жатсыз бұны? 900 деп жатыр. 9 мың теңге. 03-тің моторы. Келісім бағасы бар. 03-тің моторы дейді. Бірақ шығанағында ешқандай мін жоқ. Майысқан жерлер жоқ. Өзінің заводтық бояуы дейді. Көреміз. Бұндай көлікке де қызығып жатқан ағайындар көп, алыстағы. Соған телефонды айтып берсеңіз. Телефон 837 402 5104. 5104 мінекей. Саудаңыз болсын, ағайындар. Мінекей көрінісі сары, түсі тіркеу Қазақстандікі. Протекторлар желмеген. Мінекей көрермендер, осымен біздің түсірілімізде өз соңына келіп жетті. Біздің бүгінгі түсірілімізге қолғап жасап отқан HiShop Каспий қосымшасындағы интернет дүкен, ағайындар. Біз бұдан кейін түсірілімде Алматы қаласындағы көліктерді, мал базарды, барлық заттардың бағаларын түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек қана сіздерден қолдау, лайк басып отырсаңыздар болған, ағайындар. Келесі кездескенде сау саламатта болыңыздар. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.